Сәлем, менің атым Нада. Бүгін мен сізге ингредиенттерді қоймалар арасында қалай жылжыту керектігін, тауарларды қолмен есептен шығаруды және қоймадағы азық-түлік қозғалысы туралы есепті қарауды үйретемін. Бастайық. Егер сізде бірнеше қойма болса, ингредиенттерді, тауарларды және өндірілген тағамдарды олардың арасында жылжытыңыз. Мұны істеу үшін жылжыту қоймасы қойындысында жылжыту қосу түймесін басыңыз. Күн мен уақытты таңдап, азық-түлікті қай қоймадан және қай қоймаға жылжыту керектігін көрсетіңіз. Элементтерді, олардың санын таңдап, жылжыту түймесін басыңыз. Енді ингредиенттерді қоймалардан қалай шығаруға болатынын қарастырайық. Сату кезінде ингредиенттер автоматты түрде есептен шығарылады. Ал егер қоймадағы өнімдердің жарамдылық мерзімі өтіп кетсе, немесе басқа себептермен есептен шығарғыңыз келсе, қолмен есептен шығарыңыз. Есептен шығару қоймасы қойындысын ашып, есептен шығаруды қосу түймесін басыңыз. Күн мен уақытты таңдаңыз. Тауарлар сақталатын қойма және тауардың есептен шығарылу себебін көрсетіңіз. Немесе тізімде жоқ болса, жаңасын қосыңыз. Өнімді немесе ингредиентті, оның мөлшерін таңдап, түсініктеме жазыңыз. Өзгерістерді сақтаңыз. Егер олардың мерзімі соңғы түгендеу күнінен кешірек болса, есептен шығарылатын тауарлардың қозғалысын ретроактивті түрде жасауға болады. Тауарлар мен ингредиенттердің қозғалысы туралы есепті қарастырайық. Қойма қозғалысы туралы есеп қойындысында күнтізбені басып, есепті кезеңді таңдаңыз. Ақпарат кассалық ауысым үшін емес, күнтізбелік күн үшін көрсетіледі. Тек ас үйдегі немесе бардағы заттардың қозғалысын көру үшін қойманы таңдаңыз. Қалдықтардың түрі және санаты. Мысалы, ингредиенттер қалдықтардың түрі болып табылады. Ал теңіз өнімдері санат түсімдер бағанында жеткізілімдердің, өндірістің және түгендеудің саны мен сомасын көру үшін ашылмалы тізімді ашыңыз. Шығындар бағанында сатылымдар, қолмен есептен шығарулар, өндірістер мен тауарлық материалдық құндылықтардың саны мен сомасы ашылмалы тізімін қараңыз. Тамаша! Енді сіз бірнеше қоймалармен жұмыс істеуді, азық-түліктерді жылжытуды және есептен шығаруды және қозғалыс есебін қарауды білесіз. Есепті талдаңыз және кез келген уақытта тауар қалдықтарын және кезеңдегі өнімнің орташа құнын бақылаңыз. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдар керемет өтсін.